Баяғыда бір байдың кірпі деген әйелі болыпты. Бай қайырымды болғанымен бәйбішесі сараң екен. Үйіне қонақ келсе жақтырмай тырысып қалады екен. Оның мінезінен бай үйіне ешкім жоламапты. Бір күні сол үйге Қызыр баба келіп түседі. Бай үйінде жоқ екен. Қонақты көрген бәйбішесі қабағын шытып, қаңғыбастардан қашан құтылар екенбіз? Сендерді тойдыра берсек, үйде тамақ қалмас, деді Қызыр. Құдайы қонақпын, ең болмаса су бер, деді. Бәйбіше қолына таяқ алып, құдайы қонақ болсаң, суды құдайыңнан сұра, деп Қызырдың басынан ұрды. Ұлық Алла досын қорлағаны үшін бәйбішені хайуанға айналдырады. Бай үйіне келсе төсекте үсті тікенек бір мақұлық бүрісіп жатыр екен. Бай шошып кетеді. Көршісінен мән-жайды естіп-ақ ұрады. Хайуанға айналған бәйбіше орманға қашып, содан бері ол адам көрсе ескі әдетінше жиылып тұрады екен. Жұрт бұл хайуанды кірпі деп атапты. Кірпідей жиылып деген сөз содан қалған екен деседі.